Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы бүгінгі тақырыбымыз Абайды оқы Таңырқа бөліміндегі Хәкім Абайдың 37-ші қара сөзі. Оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Оқушылар, сіздерге ой түрткі сұрағы. Қара сөз дегеніміз не? Абайдың 1890 жыл мен 1898 жыл арасында жазылған бір алуан шығармалары қара сөз деп аталады. Ол сыншылдық, ойшылдық және көбінесе адамгершілік мораль мәселелеріне арналған өсиет, толғау тәрізді. Абайдың қара сөздерінің саны 46. Бірақ біз 46-шы қазақтардың шығу тарихы жайлы жазылған бір сөз қазақтардың түбі қайдан шыққандығы туралы деген қара сөзін өз алдына жеке тарихи шығарма очерк ретінде қарастырып жүрміз. Абайдың қара сөздері туралы бауырына салып тәрбиелеген немересі Мағауияның қызы Уәсила былай дейді. Әкем балаларын 7-8-ге шыққанда оқуға беретін. Балалармен қабат қыздарын да оқытатын. Қазақ тілінде кітап жоқ болатын. Сондықтан балалардың ойы, дүние тануы кемшін болады деп әкем көп айтып жүрді. Әлі есімде, бір күні біздің оқып отырған үйімізге әкем келді. Молдаға қарап, балаларға мына кітапты әкелдім. Осыны көшіріп, көбейтіп, бала басына бірден таратып бер. Бүгіннен бастап осы кітапты қоса оқыт деді. Біз қуанып кеттік. Әкем үйден шыққан соң молда әлгі кітапты алды да бас салып оқыды. Кітап қолжазба екен. Біз ол кітапты көшіріп алып оқи бастадық. Өйткені бұл жаңа кітаптың тілі ұтымды, сөзі түсінікті, ыңғай ақыл айтып отыратын жақсы кітап болды. Кейін байқасам, сол кітап әкемнің ғақлиятты қара сөзбен жазған кітап екен. Балалар, қара сөзді біз ғақлия деп те айтамыз. Енді сол 31-ші қара сөздің өзіне тоқталайық. Хәкім былай дейді. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, бір қайғыға салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Ендеше оқушылар, Хәкім айтқан 4 себепке жеке-жеке тоқталып көрейік. Көкірегі байлаулы болмақ керек, көңілге бекіту керек, ғибратлану керек, ой кеселдері нәрселерден қашу керек. Көкірегі байлаулы болмақ керек деген сөзді қалай түсінеміз? Абайдағы көкірегі ұғымы иман ұғымымен пара-пар. Адамды оқуға, білімге, мойнын жары бергізбей ұстап тұратын нәрсе жалқаулық. Жалқаулық нәпсіден туады. Ал нәпсіге қарсы ең күшті қару иман. Мәселен, Ескендір Зұлқарнайын Александр Македонскийді ол замандастарына мақтан сүйгіш. Мәселен, Ескендір Зұлқарнайын тарихта Александр Македонский атымен қалған жаулаушыны ол замандастарына мақтан сүйгіш, қызғаншақ, даңғой, нәпсіге құл болған ашкөз, қаншер деп таныстырды. Оның шапқыншылық жорықтарының жолында кездескен алтын қақпа күзетшісінің аузына ақын мынандай сөз салады. Батырмын деп мақтанба, ақыл білсең, батыр болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Көкірек ұғымы жаңа айтқанымыздай иман ұғымымен пара-пар. Яғни, иманымыз мықты болса, нәпсімізді ауыздықтай алады екенбіз оқушылар. Екінші себебі ғибратлану керек. Ғибрат араб тілінен үлгі, өнеге деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде ақын естіген көргенімізден үлгі ала білу керек деп отыр. Автор ғылым таппай мақтанбат өлеңінде ғибрат сөзін осылай қолданады. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Үшінші, көңілге бекіту керек дейді. Көңіл ұғымы Абайда махаббат сөзінің орнына қолданады.
Бұл қара сөзде хәкім адамға естіген нәрсені түсініп, ойына тоқуы үшін оған махаббатпен қарау керек дейді. Автор Алла деген сөз жеңіл өлеңінде көңіл ұғымын осылай қолданады. Ынталы жүрек, шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес. Ой кеселі нәрселерден қашу керек. 20 ғасырдың бас ақыны атанған хәкім ой кеселі деп адамзаттың білімге, оқуға деген ынтасын басқа жаққа бұратын, зейінін алатын нәрселерді айтып отыр. Абайдың өзі қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме дейді. Бұл сөзі біз қарастырып отырған қара сөздің осы бір деталімен мағыналас. Өйткені 31-ші қара сөзде қайғыға салынудың ақыл мен ғылымды тоздыратын айтып отыр. Оқушылар, енді шығармамыздың идеясын тауып көрейік. Абайдың 30-ші қара сөзі жалпы адамзатқа, жекелей алғанда қазақ қоғамына білім алудың жаһандану заманының өзінде теңдесі жоқ ең озық технологиясын ұсынып отыр. Естіп көргенімізді жадымызға сақтап, одан қорытынды шығару ең үлкен жетістік болмақ. Тек білім тұрғысында емес, адамгершілік, гуманистік тұрғыдан қарағанда да бұл шығарма хәкімнің өз сөзімен айтар болсақ, үлкен ғибрат. Осы туындысы арқылы автор қоғамдағы, әсіресе жастар арасында белең алған көрсеғзарлық, жалғаннан тез түңілу, пессимистік ойлар, алаңғасарлық, ақыр соңы имансыздық мәселелерін тереңнен қозғайды. Оқушылар, енді шығармада көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселелерді тауып көрейік. Бағалау критерийлері. Шығармада көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселелерді табады. Дескрипторлар. Шығармада көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселелерді тауып, дәлелдейді. 1 ұпай. Сол мәселелерге автордың қандай шешім айтқанын анықтайды. 3 ұпай. Ал оқушылар, сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Әйткенмен, дұрыс жауабын көрейік. Шығармада көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселелер мынадай екен. Уайымсыздық, көрсеғзарлық, қайғыға салынғыштық, әсіре құмарлық. Сабағымызды қорытындылай келе оқушылар, сіздерге кішігірім тапсырма. Осы сабақтан не білдік, не білгіміз келеді, не түсінбей қалдық. Сабақ түсінікті болса, қош, сау болыңыздар.